Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен вишневый тарт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға електен өткізіп ұн салып, үстіне 2 ас қасық қант, жарты қасық қопсытқыш, кішкене тұз салып, барлығын араластырып аламыз. Енді сармайымызды ұсақтап алып, қосып, қолмен езіп араластырамыз. Жұмыртқаның сарыуызын бөлек алып қосамыз, және 2 ас қасық қаймақ салып араластырып, қамыр илеп, оны салафанға салып, 30 минуттай тоңазытқышқа саламыз. Тоңазытқыштан алып, қамырды илеп, формамызға саламыз. Айналасын вилканың көмегімен итеріп, тегістеп шығамыз. Енді осыны пешке 15 минутқа қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Вишняны тазалап жуып, ішіндегі дәнін алып аламыз. Ыдысқа салып, үстіне 1 стакан қант салып, крахмал қосып, кішкене су қосып, газге қойып, орташа отта әбден араластырып аламыз. Енді пештен алып, үстіне салмасын саламыз. Пеште 20-25 минуттай 180 градуста пісіреміз. Мінекей вишневый тарт дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.